Кім тәттілерді ұнатпайды? Кішкентайдан ересекке дейін, тіпті қарт адамдарға дейін оларды ұнатпайтын адамдар жоқ шығар. Мидың жұмысымен белсенді өмір сүру үшін глюкоза қажет. Сондықтан қолымызды тәттіге, мысалы тоқаш, кәмпиттер, торттар мен түрлі тәттілерге еріксіз түрде тарта береміз. Әрине, оларды шамадан тыс тұтыну денсаулыққа қатысты бірқатар кемшіліктерге әкелуі мүмкін. Алайда олардың диетадағы жетіспеушілігі де денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Сонымен қатар пайдалы тәттілер де бар. Олар қандай тәттілер және оларды қалай дұрыс пайдалану керек? Осы жайлы біз сіздерге әрі қарай барлығын айтып беретін боламыз. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін көрсеңіздер, барлық тәттілерді сүйетіндер үшін өте қызықты және танымды болады деген үміттеміз. Тәттілер біздің денемізге қалай әсер етеді? Барлығымыз білетіндей, тәттінің құрамында қарапайым көмірсулар кіреді. Бұл біздің денеміздің қалыпты жұмыс істеу үшін өте маңызды. Мысалы, шайға қосылған бір шай қасық қанттың өзі бірден сіңіп қандағы глюкозаның жоғарылауына келеді. Бұл біздің көңіл күйімізді көтереді және психоэмоционалды жағдайға әсер етеді. Алайда егер тәттілер тым көп болса, семіздік, қант диабеті, тіс кариесі және тағы басқа аурулардың дамуы мүмкін. Бірақ мамандар тәттілерді тұтынуды күрт азайтуға кеңес бермейді. Себебі шындығында тәттілердің жетіспеушілігімен денеде липидтер мен ақуыз алмасуы бұзылады. Ал қанда зиянды заттар жиналып қана қоймай, глюкоза деңгейі төмендейді. Нәтижесінде көмірсулар жеткіліксіздігінің белгілері дамиды. Егер сіз өзіңізде осы белгілердің бірін байқасаңыз, көмірсуларға, яғни тәттілерге деген көз қарасыңызды қайта қарауыңыз керек. Бірінші, үнемі аштық сезімі. Глюкоза тәбетті реттеуге қатысады. Сондықтан қандағы қант деңгейі төмендеген кезде миға тағамның жаңа бөлігін жеу туралы сигнал жіберіледі. Үнемі шаршау сезімі. Көмірсулар бізге қуат береді. Бұл қоректік заттардың жетіспеушілігі күштің жетіспеушілігімен көрінуі мүмкін. Ал одан толық қанда түнгі ұйқыңызда құтқармайды. Үшінші, терлеудің жоғарылауы. Егер сіз сыртта суық болған кезде де терлей берсеңіз, онда сіздің рационыңызда көмірсулар жетіспейді деген сөз. Немесе сіз қант қосылған тағамдарды жемегеннің салдарынан туындауы мүмкін. Нәтижесінде қандағы қант деңгейі күрт төмендейді. Төртінші, үнемі суықты сезіну. Көмірсулар жетіспеушілігінің салдарынан қалтырау, бармақтар мен аяқ саусақтарының салқындауы, немесе бүкіл денеңізде дірілдеу болуы мүмкін. Ал егер сіз сол уақытта суық тиіп, ауырған болмасаңыз, бұл сіздің денеңіздегі проблемалар барын білдіреді. Көп жағдайда мұндай белгілер қалқанша безінің функциясының бұзылуын көрсетеді. Қандағы көмірсулардың жетіспеушілігі осылай көрінеді. Бесінші, бас ауруы. Егер сізде жиі бас ауруы болса және ауырсынуды басатын дәрілер ішуге мәжбүр болсаңыз, сонымен қатар тәттілерді пайдаланбайтын диета ұстасаңыз, онда ол сіздің миыңызға глюкозаның жетіспейтіндігін білдіреді. Сондай-ақ егер глюкоза миға түспесе, бозғылт тері, қалтырау, абыржу, бас айналу, көңіл күйдің өзгеруі, невроздық, сондай-ақ есте сақтау қабілетінің нашарлауы сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Ал енді қандай тәттілер бүкіл денеге пайдалы болуы мүмкін екендігін қарастыра кетейік. Көптеген тәттілер бар. Олар тек тәтті ғана емес, сонымен қатар пайдалы санатқа жатады. Біріншісі пастила. Бұл табиғи, нәзік қышқыл алма мен түрлі жидектердің кептірілген массасы. Дәрумендер мен микроэлементтердің, соның ішінде фосфор, йод, магний және калийдің қоймасы. Пастила денеден ауыр токсиндер мен зиянды радионуклидтерді кетіре алады. Екіншісі ащы шоколад. Салыстырмалы түрде зиянсыз тәттілердің бірі ол шоколад. Тек сүтті немесе ақ емес, қою қара түрі. Оны қара немесе ащы деп те атайды. Нағыз шоколад какао бұршақтары мен қант қосылған какао майынан жасалған. Егер оның құрамында какао майы болмаса, бұл жай ғана тәтті плитка болады. Ол кальций, магний, темір сияқты элементтерге, сондай-ақ антиоксиданттарға бай. Шоколадтың күш және қуат беру, тонусты арттыру сияқты қасиеті кеңінен танымал. Сондықтан ол әлемнің көптеген әскерлерінің, әскери қызметшілерінің рационында көптеп кездеседі. Үшінші, зефир. Зефир қант және ақуыздармен бірге ұрылған пюре тәрізді жеміс-жидек массасы. Зефирдің пішінін жасау үшін оған пектин, агар-агар және желатин қосылады. Зефирдің құрамына темір мен фосфор кіреді. Ал зефирдің гликемиялық индексі өте төмен болып келеді. Бірақ оның басты артықшылығы бұл әсіресе пайдалы пектин. Ас қорытуды жақсартатын құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан ол балабақшалар мен мектептерде қолдануға болатын қауіпсіз өнімдердің тізіміне енгізілген. Төртінші, бал.
Табиғи бал гүл шырындары мен күн энергиясының күшті концентраты болып табылады. Бал әсіресе пайдалы болып келеді. Ағзаға қажетті барлық дәрумендер, микроэлементтер мен амин қышқылдарға бай. Ол метаболизмді жақсартады. Сонымен қатар күшті иммуностимулятор болып табылады. Денені зиянды бактериядан, вирустардан және инфекциялардан қорғайды. Бірақ айта кету керек, кейде бал аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. 5. Халва. Халваның 10-нан астам түрі бар. Ең көп таралғаны күнбағыс халвасы. Таяу шығыста күнжіт халвасына артықшылық беріледі. Бұл күнбағысқа қарағанда әлде қайда жеңіл. Бұл тәттіні жасаудың негізі көбінесе жаңғақтар болып табылады. Жер жаңғақ, грек жаңғағы, бадам, кешью, пісте және тағы басқалары. Халва поли қанықпаған май қышқылдарымен ақуыздың көзі болып табылады. Ішектің жұмысын жақсарту арқылы жақсы сіңеді. Халвада кездесетін заттар жүрек пен қан тамырларға пайдалы болып келеді. Сондай-ақ оның құрамында Д дәрумені бар. Ол сүйектер мен бұлшық ет тінін нығайтады. Сонымен қатар вирустық аурулардың алдын алады. 6. Қоңыр қант. Қанттың бұл түрі қазір ең танымал болды. Кейбіреулер бұл әдеттегіден әлде қайда пайдалы деп санайды. Қамыс қантының отаны Үндістан. Батыс диетологтардың айтуынша, оның құрамында дәрумендер мен микроэлементтердің едәуір көп мөлшері бар. Ал сахароза өте аз, бірақ денеге қажет глюкоза көп. Бұл бауыр мен лимфа жүйесіне өте пайдалы. Алайда ақ және қоңыр қанттардың дәмдік айырмашылықтарында іс жүзінде ешқандай айырмашылығы жоқ. 7. Цукаттар немесе қантталған жемістер. Қантталған жемістер қант шәрбатына қайнатылған цитрус жемістерінің целлюлозасы немесе қыртыстары болып табылады. Олар мөлдір, шыны тәрізді бөліктер пайда болғанша қайнатылады. Содан кейін сұйықтығы ағызылып кептіріледі. Дайын қантталған жемістер қамырға қосылады. Сонымен қатар әртүрлі десерттерді, торттарды, бәліштерді толтыру және безендіру үшін қолданылады. 8. Ең пайдалы тәттілер – кептірілген жемістер. Өздеріңіз білетіндей жемістер мен жидектерде көптеген дәрумендер бар. Сонымен қатар оларда асқазан ішек жолдарының жұмысы үшін өте маңызды талшық бар. Ол нәжісті қалыпқа келтіреді, ішекті тазартады, іш қатудан арылтады. Жемістердің көпшілігінің калориясы төмен, сондықтан олар аз салмағын бақылайтын адамдардың диетасында жақсы қолданылады. Оларда дәрумендер мен микроэлементтер шоғырланған түрінде болады. Кептірілген жемістердің көпшілігі ішектің жұмысына оң әсерін тигізеді, әсіресе қара өрік пен кептірілген өрік. Көптеген кептірілген жемістер жүрек жұмысына өте пайдалы. Олар жүрек бұлшық етін күшейтеді. Мысалы, мейіз антиоксиданттарға және талшыққа бай. Онда кальций, калий, фосфор, темір, магний және мырыш бар. Соның арқасында мейіз жүйке жүйесіне ас қорытуға пайдалы болып келеді. Сонымен қатар иммунитетті де нығайтады. Сонымен қатар кептірілген жемістер гормоналды фонды оңтайландырады. Сондықтан барлық тәттілер бірдей соншалықты зиянды деп айтуға болмайды. Кей жағдайда организм оларсыз қалыпты жұмыс істей алмайды. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.